Мен Жетпісбаев Нұрсұлтан Мерекеұлы, Ақмола облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының бас маман сот мәжілісінің хатшысы. Оразақын Асқар атамыздың «Үйрен ана тіліңді» атты өлең шумақтарын ұсынамын. Өз тіліңсіз көрсең де өз күніңді, өз тіліңсіз болсаң да асқан білімді, өз халқына бола алмайсың азамат, білмей тұрып туған ана тіліңді. Әлде қалай жоғалтса ана баласын, бала іздеп таппай ма туған анасын? Өгей шеше секілді өзге тілді өгей, өз тіліңмен ертерек тап жарасын. Сенде айып жоқ, тіліңде емес кінәлі, ешкімнің де жоқ болса да бұған күмәні. Үйренбесең, өз тіліңді білмесең, жазғырып ақ жазықсыз ел тұрады. Қаның, жаның, қазақы ұлттық түрің бар, сенен үлгі алар қызың ұлың бар, перзентісің азат, еркін халықтың, тәуелсіз ел, мәртебелі тілің бар.